Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Ғалымдар 30 жастан асқан әйелдер ер балаларға қарағанда қыз туатындығын байқады. Бұл егде жастағы аналар тек әділ жынысты туады дегенді білдірмейді. Бұл жай ғана ықтималдылығын арттырады. Бұл әсіресе бұрын ұл туылған әйелдерге қатысты. Бірақ бұл жағдайда балалардың сыртқы келбеті арасындағы үзіліс маңызды. Егер әйел жақында ұл босанса, келесі жолы ол қайтадан күшті жынысты туады. Егер балалар арасында үлкен айырмашылық болса, онда ол қыз бала кезінде жүкті болу ықтималдығы жоғары. Дегенмен барлық дәрігерлер бұл теориямен келісе бермейді. Сондықтан бұл туралы бір-біріне қайшы пікірлер бар. Қызбен жүктіліктің белгілері болашақ ананы қуантары сөзсіз, егер оған дейін ол ұлды армандаған болса да. Мұндай күйдегі әйелді кейбір иістер мазалайды. Көбінесе олар жиіркене бастайды. Қызбен жүктіліктің белгісі ауыр токсикоз және жиі құсу болып табылады. Болашақ ананың денсаулығы нашарлайды. Бас ауруы оны алаңдатуы мүмкін. Жалпы токсикоз әйелде жүктілік кезінде ұл мен қызбен бірге дамуы мүмкін. Бірақ тәжірибелі аналарға оның ұзақтығына назар аудару ұсынылады. Егер токсикоз бүкіл жүктілікке созылған болса, онда мүмкін әйелде қыз туады. Ол ұлдарының пайда болуын күткен аналар баланы күту кезеңіне оңай төзетіні байқалды. Олар өздерін нашар сезінбейді, көңілдері көтеріңкі және көңілді болады. Әйелдің көтеріп жүрген көбіне оның формасы сатып кетеді. Барлық болашақ аналар әр түрлі. Ал олардың бұлшықет корсеті әр түрлі, бірақ жалпы тенденциялар әдетте жақсы байқалады. Егер әйел қызын көтеріп жүрсе, онда оның іші жоғары, ал өте үлкен және дөңгелек. Егер сіз жүкті әйелді мұқият тексеріп қарасаңыз, онда ол екі жағында бұлыңғыр болып көрінеді. Қызбен жүктілік кезінде бел толығымен жоғалады. Бірақ іштің бұл формасы болашақ ананы ұсқынсыз етпейді. Керісінше оған түсініксіз очарование береді. Әйелдің денесі үйлесімді және жұмсақ көрінеді. Іштің бұл формасын доғал мұрын деп те атайды. Айтпақшы, ғалымдар жақында қыздар көбінесе жұқа әйелдерден туады деген қорытынды келді. Бұл қыздардың төзімділігі және болашақ ананың салмағының жетіспеушілігі сынақтарына төтеп бере алатындығына байланысты. Әйелдер жастағы дақтардың пайда болуын қызбен жүктіліктің белгілерінің бірі деп санайды. Бұл тіпті қыз бала тұжырымдамасына дейін терінің тазалығымен мақтанса да болуы мүмкін. Болашақ ананың қызын көтеру кезіндегі келбеті көбінесе жақсы жаққа өзгермейді. Әйелдің барлық дерлік жүктілігі жиі әртүрлі тері бөртпелерімен жүреді. Қызы сұлулықты анасынан алады деп бекер айтпаған. Қызға жүкті болашақ аналар бет терісінің ісінуіне, оның ісінуіне шағымданады. Ол көбінесе дөңгелек және үлкенірек болады. Тері қабыршақтануы мүмкін. Сондай-ақ көбінесе әйелдің шашы көтеріле бастайды, тырнақ қабыршақтайды. Әйелдің шаштары қандай да бір белгісіз себептермен қызарып кетеді. Бетіндегі безеулер жүкті қыздарды айналып өтпейді. Сонымен бірге болашақ ананың бөксесі тез өсе бастайды. Қызын күткен әйелдер көбінесе депрессиялық көңіл күймен келеді. Бұл денсаулықтың нашарлауына және үнемі әлсіздікке байланысты. Болашақ ананың өнімділігі төмендейді, сондықтан оны тезірек жеңіл жұмысқа ауыстыру ұсынылады. Келесі бір симптом аяқтардағы қалтырау, бірақ дененің басқа бөліктерінің температурасы қалыпты болады. Қызда ерте жүктіліктің белгісі әйелдің көңіл күйінің өзгеруі. Оның басына түсініксіз ойлар ене бастайды. Ол жылайды және күледі. Жүктіліктің алғашқы аптасынан бастап болашақ ана таңғаларлық тамақтану әдеттерін атап өтеді. Әдетте жүкті әйел апельсин, торт, шоколад жегісі келеді.
Тұжырымдамадан бірнеше аптадан кейін болашақ ана таксемияны бастайды. Сонымен қатар қызбен жүктілік кезінде бұл көбінесе таңертеңгі жүрек айнуымен көрінеді. Токсикоздың салдарынан қызды көтеру кезінде іш ұлға қарағанда кеш өседі. Қызын күткен әйелдің жүрек соғу жылдамдығы жоғары екендігі байқалады. Кейде жүрек соғысы минутына 140 соққыға жетуі мүмкін. Алғаш рет қыздар аналарын оң жаққа, ал ұлдар сол жаққа итереді деп саналады. Жүктілік кезінде қыздың белгілерінің бірі басын көрпемен орауға ұмтылу. Халықтық наным бойынша жүрегінің астында қызын көтерген әйел басы оңтүстікке қарай ұйықтайды. Егер болашақ әкесі кең іш киімді кисе, онда оның бойжеткенге босану мүмкіндігі артады. Қыздар ер балалар сияқты жекпе-жек сипатына ие бола алатындығына қарамастан, жүктілік кезінде белгілердің бірі керісінше қыздар аналарының іштерінде жайбарақат жүреді. Егер олар анда-санда тепсе, онда бауыр жағымсыз сезімдерде бастан кешеді. Өйткені қыздар сол жаққа сүйенеді. Тағы бір белгі бар, ол жүкті әйел қолын алға созу талабы бойынша оны алақанының үстінде болу үшін жасаса, онда оның кішкентай қызы болады. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.